Адамзат тарихындағы 18-ші пандемия COVID-19 әлемді дүрліктіріп отыр. Отандық мамандарда пандемияның екінші толқынын айтып дабыл қағуда. Оған дайындық қалай, қандай сақтық шараларын сақтаған жөн? Ел ішінде тарап жатқан қауесеттерге тосқауыл бола ма? Бүгін дәл осы мәселені талқылайтын боламыз. Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, өздеріңізбен бірге әдеттегідей басты тақырып және оның жүргізушісі мен Мейрамгүл Мәдәлі. Сонымен бірге бүгін бізбен тікелей байланысқа шығып тұрған спикеріміз Жұмабек Бекенов мырза, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі, қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығының департамент директоры. Қайырлы кеш, Жұмабек мырза. Қайырлы кеш. Енді алғашқы сауал, қазір қоғамды алаңдатып отырған негізгі мәселе, ол COVID-19 осы ауруының екінші толқыны бола ма, болмай ма деген сауал, иә? Дәл қазіргі кезде қалыптасып отырған жағдай айтып өтсеңіз, бұл жағдай сіздер алдын ала бір жасаған жоспарға сәйкес келе ма, келмей ма? Әрине, әрбір жұқпалы аурудың өзіне тән заңдылықтары бар тарау. Маусымдық заңдылықтары бар. Сол заңдылықтарға сәйкес бұл аурудың қазір біз ең биік шыңын жаздың бір маусым шілде айларында өткіздік. Қазіргі күнде біз баяу түрін өткерудеміз. Қалыптасып тұр сондай жағдай. Бірақ енді елдің алаңдауына негіз болып жатқан жағдайларды айтатын болсақ, ол мынау бізбен енді қазір біз өз алдына мемлекет емес, жер шары бәрімізге ортақ қой. Еуропада өте қауіп көтерілуі басталды, Америка құрлығында, және мына өзіміздің негізгі көршіміз Орыс мемлекетінде, Москва қаласында шамалы соңғы күндері көтерілуі байқалады. Аурушаңдық. Осының бәрі әрине біз күнделікті қарым-қатынаста отырғаннан кейін қауіп тудыруы әбден заңдылық деп ойлаймыз. Бірақ бүгінгі біздің жағдай, эпидемиялық ахуалымыз жаман емес. Сіздер көріп отырсыздар, біздің күнбе-күнгі өсу науқаны 0,05 ғана реттеп отыр. Бұл басқа елмен мысалы салыстырып отырсақ, көршінің үйлерде бірден жоғары, басқа жерлерде 10-ға дейін, показательге дейін өсіп кетті мысалға. Біздің мысалға көрші елдер, даже Өзбекстан болсын, Орта Азия болсын, үстіміздегі Орыс мемлекеті болсын, Еуропаға қарағанда қазіргі ауру көрсеткіші, олардың және жаңағы біз айтқандай КВИ- немесе КВИ+ деген түрлерінің өзін қай түрінен алсаңыз, және оның салдары, конечно, өлімге әкелу көрсеткіштері өте төменгі жағдайда. Енді тағы бір мәлімет, мына соңғы уақытта біз енді барлық мүмкіндігінше осы ковидқа қатысты мәлімет беретін барлық ақпарат көздерін қарап отырамыз. Сол кезде мынау Олимп орталығының әлеуметтік желідегі парақшасында мынандай бір мәлімет пайда болды. Бұл енді сол орталықтың таратқан мәліметі. Олардың айтуынша мынау көбіміз осы ковид аурумен ауырғаннан кейін, жазылғаннан кейін адамдардың денесінде антителаның қалыптасатын білеміз, және сол уақыт өткен сайын жоғалып кетеді деген бір түсінік болды, бізде. Ал керісінше осы Олимп орталығының жариялаған мәліметіне сүйенетін болсақ, осы адам бойында қалыптасқан антителалар көтерілгені, яғни уақыт өткен сайын олардың санының көбейгендігі туралы бір мәлімет жариялады, Нақты болу үшін айта кетейін, олар айтып отыр, соңғы 2 айдың көлемінде 3000-ға жуық адам тапсырған екен осы тесті. Сол 3000-ға жуық адамның барлығында да көтерілу байқалған. Олар соңғы 2 айда 5 рет тапсырды деп көрсетіледі, тіпті олардың жаңағы схемасына дейін көрсетіп қойған жағдай бар. Осы жайында мәлімет бере аласыз ба? Жалпы енді мына ковид туралы тексерулерде қазір жан-жақты жүріп жатыр. Жалғыз біздің Қазақстан емес, елде атақты лабораторияларда да. Соның ішінде біздерді қалысып жатқан жоқ. Қазақстандық ғалымдар да өз мүмкіндіктерінше сол мына аурудың таралу жолдарын және адамның оған беретін жауаптарын қандай күйде болады. Ол және уақыт өткен сайын ол жаңағы айтқандай, сіз айтқандай күшейтіле ме немесе азая ма деген мағынада жауап бере ала ма деген. Ең
бастысы жауап бере ала ма онымен кездескен уақытта. Осы мағынада тексерулер жүріп жатқаны бәріңе де мәлім нәрсе. Ол мына аурудың қоздырғышымен адам денесі кездескеннен кейін ол туралы мына есте сақтау қабілеті организмнің еш уақытта да жойылмайды. Жаңағы азайып кетеді болып мына гоморалдық антиденелердің пайда болуы, қандағы антиденелердің пайда болуының азайып кетуі туралы айтылған болатын кезінде. Ал ол мына клетканың уровенде, клетканың мағынасында нәртәсіл дейміз бе, қазір қазақша. Оның несінде ол туралы мына есте сақтау адамда қалып қояды. Екінші рет кездескен уақытта ол адамда міндетті түрде ол қоздырғышқа қарсы антиденелерді жасау, бөлу, немесе оларда күресуге организм дайындау міндетті түрде жүреді. Ол өзі біздің организмімізде ол баста қалыптасқан жүйе. Ол мына қоздырғыштардың екінші рет келіп организмге тіркеліп түсіп, былайша айтқанда өзі туралы хабар беруіне байланысты организм оған әр уақытта дайын болады. Ол жаңа клетканың уровеніндегі есте сақтау қабілеті организм еш уақытта да жойылып кетпейді. Жұмабек мырза, енді дәл қазір мысалы біздің еліміздегі иммунитеттік жаңағы антителлардың дайындау, олардың жаңа күзге қарай кейде азайып кету, кейбір жаңа психологиялық жағдайларға байланысты, болмаса өзінің өміріндегі өзгерістерге байланысты кейде мына қарсы тұру қабілеттері, антиденелерді дайындау, немесе оларды жаңа қарсы жалғыз ол бір ғана инфекциямен күндегіміз кездесіп жатқан жоқ қой. Жан-жағымызда қарап жатсақ, ондай қоздырғыштардың түрлері көп. Соның әрқайсысында да организм дайындық үстінде қазір. Түсінікті, енді еліміздегі дәл қазіргі қалыптасқан жағдай, яғни мемлекеттің тарапынан, жалпы денсаулық сақтау министрлігінің тарапынан жасалған болжамға да сәйкес, дәл осы уақытта қазірдің өзінде осы ауырғандардың саны көбейіп, кәдімгідей екінші толқын белең алып жатуы тиіс еді, бірақ енді қалыптасқан жағдайға қарап отырсақ, шүкір, жағдай бір қалыпты, өсім аз деген сияқты. Мұның негізгі себебі ретінде қазір осы адамдардың басым бөлігінің жаз мезгілінде ауырып, дәл қазіргі жағдайда адамның денесінде жаңағы мен айтып өткен антиденелердің қалыптасуы деп айтып жатыр кейбір мамандар. Сіздің пікіріңіз қалай? Осыған келісесіз бе, әлде бұның басқа да себептері бар ма? Әрине бұнымен келісуге болады, оның бәрі жай ғана айтылған сөздер емес, белгілі бір цифрлық сұрыптаулар арқылы өзінің мониторинг дейміз ғой енді. Осы ауруларды зерттеп отқан мамандар немесе мекемелердің бір нақтылы бір сандарға, себептерге сүйеніп айтқан сөзді. Өйткені шынында да біздің қоғамда қазір біз есепте ауырып шыққан адамдардың саны бар. Бізде есепке кірмей, өз бетінше ауырып, емделген адамдардың да санын шамамен білеміз. Және мына біздің қазір әдет ғұрпымызға кірген маска кию, дистанцияны сақтау, гигиена, әсіресе қол гигиеналарын, жеке гигиенаны сақтау күнделікті әдет ғұрпымызға кіргенді жасауға болмайды. Оның өзі үлкен өзінің себептерін тигізіп жатыр. Онымен бірге мына біздің қоздырғыштар туралы да бір заңдылық бар. Олар өзімізге ең бір келген кезде қоздырғыштың агрессивтік түрі бізге келгені рас. Адамның ортасында таралғаны да рас. Бірақ өзінің бір заңдылыққа, табиғи өзінің заңдылығына байланысты, ол уақыт өте келе өзінің күшін азайтады. Ол адамның вирусы емес. Бұл зооноздық вирус. Адамдарға бейімделіп кету оған өте қиын. Сондықтан да адамның қоғамымен бірінші тексергенде өздерінің сондай агрессивті түрде жаңағы өзін ұстауы, адамдарға агрессивті түрде жаңағы шабуылдауы, ол адамның ортасында өзінің ортасын табуға деген қоздырғыштың өзінің табиғи құбылысы. Бірақ бұл адамның ортасында өзінің ортасын таба алмайды. Өйткені өзінің табиғаттағы айналыстағы өзінің ортасы бұл жабайы жануарлар, жәндіктердің арасында. Сондықтан да бұл өзінің күшін уақыт өте келе азайтуға тиіс. Сондықтан да біз қазір сырттан мына жаңа қоздырғыштардың басқа бір мутацияға ұшыраған түрлерін кіргізуден сақ болу, осы уақытта да қазір министрлік жұмыс істеп жатыр. Оған да білесіздер, мына әсіресе қозғалыстағы адамдар ғой, мына транспортпен келеді. Осыларға байланысты тексерулер, міндетті түрде оларды карантинге 14 күнге оқшаулау сияқты жұмыстар тыңғылықты түрде және міндетті түрде жүргізіліп жатыр. Біздің санитарлық эпидемиологиялық қызметтің тарапынан.
Түсінікті. Енді тағы бір сауал, бұл жақын уақытта карантин шарасы бола ма? Алдыңғы уақытта біз көрдік, өте қатаң карантиндік шаралар болды. Тура осы шаралар қайталану мүмкін ба? Бұлар қандай жағдайда қайталану мүмкін деген сияқты сауалдарға да жауап бере кетсеңіз. Жалпы карантиннің туралы біздің халық қазір үлкен немше білім алды деп ойлаймын. Карантинді не үшін болады? Ол ең бірінші міндетіміз жасаған медициналық мекемелердің қабылдау мүмкіндіктерін, қызмет көрсете алуға дайындығына мүмкіндік беру. Солай түсіну керек. Қазір біздің біріншіден медициналық мекемелердің қабылдау мүмкіндіктері 2 есеге дейін артты. Бір мезетте қабылдау, айтып отырғаным. Ауыр түрдегі түрін елестірген уақытта. Екіншіден, оларға жәрдем беретін аппарат құрал-саймандардың саны бізде еселеп өсті. Дәрігерлердің дайындығы үздіксіз жүріп жатыр. Дәрі-дәрмектің 1 айлық, 2 айлық қазір қоры жасалуда. Ең бастысы біздің халқымыз бұдан жақсы хабардар. Қалай қорғалу керек екен? Қалай біз аурудың таралуын тоқтата аламыз, немесе өз аламыз. Ол жөнінде біз әрбір адамға жеткізе алдық деп ойлаймын. Қазір де осы пайдаланып, осы мүмкіндікті айтар едім. Біздің негізгі қорғану себебіміз ол мына біздің өзімізге байланысты. Ол мына күнделікті маскалық әдеппен алған режимді бұзбау. Ол мына көптік жиналыстардан бас тарту. Ол той, құда жол, немесе спорттық, немесе мәдени шаралардан бас тарту. Уақытша осы таралуы мүмкін уақыттарда. Ол мына дистанцияны сақтау. Сосын мына қол гигиенасы дейміз, немесе жеке тазалық дейміз, осыны барынша мүмкіндігінше сақтасақ, біз бұл екінші толқыннан айналып өтуге толық мүмкіндігіміз бар. Түсінікті. Және де осы аурудың таралуын, кең таралуына жол бермеу үшін мезгілдік тұмауға қарсы вакцинациялау шарасы басталып кетті. Қазіргі күнде осы вакцинациялаудың ауқымы қандай, қалай жүргізілуде, осы жайында да мәлімет бере кетсеңіз. Енді сіздер білесіздер, мына тұмау деген бұл адамның арасында тұратын осы кәдімгі адамға бейімделген вирустың түрі. Тұмау дейміз, жіті респираторлық вирустар дейміз. Бұлар енді таралуы негізгі сезоны 40-шы жетіден басталады. Біз биыл ертерек қимылдап, ертерек оның алдын алу шараларына кірісіп кеттік. Өйткені сол уақытқа мына ковидтің таралу сәйкес екеуі қатар келіп жатса, ол халықтың денсаулығына үлкен ауыртпалық туады. Және оның симптоматикалық көрінеулері өте ұқсас болғандықтан, оларды ажыратудың өзі өте бірден мүмкін емес, лабораториялық тексерістер болғанға дейін. Сондықтан сол шараларды алдын алуға және сапалы түрде жүргізу үшін біз биыл тұмаудың енді негізгі профилактикалық жұмыстың бірі егу, оны ерте бастап кеттік. Қазір біздер Қазақстан бойынша 2 миллионнан аса біздің негізгі тәуекел группамыз бар. Олар оқушылар, балалар, және созылмалы ауруы бар адамдар, екі қабатты әйелдер, және үлкен 60-тан асқан жасқан адамдар, және мына жабық мекемелер, қарттар үйі болсын, мүгедектер үйі болсын, сондағы адамдардың бәрі 100% бюджеттің есебінен қамтылып қазір жасалуда. Қазір енді 50%-дай жасады. Алды уақытта да қазір өзінің жергілікті тұрғын жеріне байланысты алғашқы медициналық көмек көрсету мекемелерінде ұйымдастырылып, олар қазір жүргізіліп жатыр. Ол вакциналар біздің уақытында әкелініп, және оның біздің алдын ала лабораторияларымыздың жыл бойы жүргізілген тексерулердің арқасында бізде қандай грипптің түрлері А және 2А және В түрінің таралу мүмкіндігін ескеріп, именно 3 варианттық вакцинаны егу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Одан басқа жалпы алам деген, осы вакцинаны алам маған жәрдем етеді деген адамдарға бәріне ақылы түрде вакцинаны егу ұйымдастырылуда. Бұл барлық емдеу мекемелеріне хабарласса өзіне жақын жерде. Тағы да қайталап өтейік, А және В дедіңіз ғой, осы штампты тұмаудың
екпесі салынуда, иә? Өйткені тұмаудың түрі көп, оның ішінде ОРВИ деп жатамыз, иә? Бұның қайсысын салады екен? Бұдан кейін бұл екпе салынғаннан кейін адамда жаңа симптоматикалық түрде тұмау ауру өте ма, жеңіл түрде өтпей ма деген сияқты бірнеше көрермендердің тарапынан сауалдар келіп түсіп жатыр. Нақтылай кетейікші осы жерде. Жеңіл түрде өте ма тұмау адам бойында? Жоқ, негізі ол мына адамға кіргізілген мына екпе бойынша мына жасаған жеріндегі реакциядан басқаша жеңіл түрде қызу көтерілуі мүмкін. Ол енді сол белгісі деп есептеуге болады. Басқаша ол тұмау күйінде сақталмайды. Және біздің адамдарда бір таралып кеткен не бар, мен соны жасатып едім, гриппен, тұмаумен ауырдым деген. Иә. Қорқыныш бар бізде. Иә. Ол болады. Өйткені бірінші типі қайталанбауы қалуы мүмкін. Біз айтқандай 300-ге ғана түрі бар бұл бізде. Одан бөлек, мына сізге грипптің өзі қатты ауру тудырамайды адамда вирусы. Оның біз мына қосалқы асқынуынан қорқуымыз керек. Асқынып ол пневмонияға, бактериалды пневмонияға апарады адамның әрмен қарай. Соның асқынуынан қорқады адам. Осыған жол бермеу керек. Ең бірінші грипптен сақтанған уақытта. Және грипп деген ауырған уақытта, даже сіз ауырсаңыз да оның жеңіл тұруіне саған мүмкіндік береді. Бұл менің я басқа біреудің шығарған емес, көп жылғы тексерулердің ғылыми тұжырымдаманың нәтижесінде. Бұл мысалға 100% ештеме емес. 60-70% сізді тұмаудан қорғайды деген. 60-70%, иә? Енді тағы бір сауал осы тұста. Егер осы тұмаудың екпесін алған азаматтардың бойында иммунитет төмендейді екен деген бір қауесет халықтың арасындағы. Ол мүмкін емес. Жаңа айттым, иммунитет қай жағдайда төмендейді. Қай жағдайда иммунитеттің ол адам организмінің сырттан келген қоздырғышқа жауабы, иә? Иммунитет дегеніміз сол. Ол уақытта ол иммунитетке біздің организмнің дайындығын әр уақытта ұстап тұруымыз үшін әр уақытта өзімізді соған сай организмді ұстай білуіміз керек. Ол не деген сөз? Ол соған байланысты сіз ұйқыңыз қанып, тамағыңыз құнарлы, өміріңіз белсенді, жайдары өмір сүруге тырысу керек. Жақсы. Ең бастысы көңіл күйіңіз көтеріңкі болу керек дейсіз ғой. Жақсы. Мына белсенді түрде өмір сүру керек. Жақсы. Көп рахмет. Өкінішке орай бізге берілген уақыт осымен тамам. Біраз пайдалы және маңызды деген ақпарат бердіңіз ғой деп ойлаймын. Сол себепті рахмет айтамыз. Алардақты ағайын, өздеріңізбен біз келесі жүздескенше қоштасамыз. Күн жақсы болсын.